Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет болып шығатын самса шашлик немесе самса шпажкіде дайындаймыз. Бұл самсаны өзім мастер-класста үйренген болатынмын және де сіздерге бөліскім келеді. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, сары майымызды үккіштің ірі көзіне өткіземіз. Сары майларыңыз міндетті түрде 72% маргарин болу керек, яғни мен бұл жерде шедевр майын қолдандым және де ұн менен майды жақсылап осылай қолымызбен араластырып шығамыз. Нәтижесінде осындай үгілмелі қамыр шығу керек. Одан соң енді салқын қаймағымызға шым-шым тұзымызды, жұмыртқамызды қосып және де салқын суымызды қосып, үшеуін жақсылап араластырамыз. Барлығы салқын күйде болуы керек. Майларыңызда салқын күйде болуы қажет. Араластырып болғаннан кейін ұнымызға қосып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамырды илеген кезде еттің қамырына илеген ұқсап қатты басып илемейміз. Дәл видеодағыдай қолымызбен осылай илеп шығамыз. Қамыр жұмсақ болып шығу керек. Егер де қолдарыңызға қатты жабысатын болса, сәл ұн сеуіп жіберіп қайтарсаңыздар болады. Мінекей таза пакетімізге салып, бір 10-15 минутқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Одан соң осылай ұнымызға тағы да аунатып жібереміз де 15 граммнан осылай барлығын кесіп өлшеп шығамыз. Пакетке салған кезде міндетті түрде ұнға аунатып шығыңыздар, сонда бір-біріне жабыспайтын болады. 15 граммнан ол өтке кішкентай болады, бірақтан егер де үлкен болып кетсе, сіздердің самсаларыңыз піскенде сүйкімсіз болып шығады. Шпажкаға кигізетін болғандықтан кішілеу етіп істейміз. Мінекей тағы да енді 15 минутқа холодильникке, яғни морозилкаға саламыз, сәл өздеріңізге жаюға ыңғайлы болу үшін. Және де жайған кезде міндетті түрде ұнға аунатып қойып жайыңыздар, сонда әдемі болып жайылады. Қатты жұқа қылып жүрмеңіздер, сәл қалыңдау етіп жайып шығамыз. Қатты жұқа болса піскен кезде онша емес болып қалады. Осылай барлығын жайып аламыз. Және де ортасындағы салмасын кез келген салма жасасаңыздар болады. Тауық етінен немесе фарштың өзінен мен фаршпен аздап асқабақты қосып жібердім. Бір чайный ложка ортасына салма салсаңыздар жеткілікті. Және түйген кезде осылай ортасына барлығын жиып әкеліп түйемізде дөңгелектеп қолымызбен әдемі форма жасап жібереміз. Мінекей мына жерде салмасын салдық, дәл видеодағыдай осылай түйеміз. Одан соң осылай қолымызбен дөңгелектеп жібереміз. Мінекей дайын болды. Енді осының жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз бетіне. Одан кейін 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Негізі шпажканы піскеннен кейін кигізген әдемі болып шығады, томпайып әдемі болып піседі. Мен жай сіздерге көрсету үшін, мысал ретінде екеуіне шпажкаға кигізім салыстыру үшін. Мінекей шпажкаға кигізбегендер томпайып көтеріліп әдемі болып піседі. Сондықтан міндетті түрде пісіріп болғаннан кейін кигізіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қонақ келген кезде ұялмай дастарханға қоясыздар. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ең бастысы бұл мастер-класста үйренген рецептін. Видео ұнаса лайк басып қойыңыздар.